Душман Украина майжилері кечмесіне ел бермемек үшін мұдафа позицияларына пекіті Бахмут ве Авдеевка йөнелішінде илерілемеген тұла. Баштапның мәліматына көре бұл йөнеліште душманның ұжым группалары топланған. Рашистлер солидар тарафына кечмеген тұла ама муафақиетсіз. Олар бірчоқ ғайыпларға оғырағанына бақмадан енді бірчоқ вақыттан берлі шеріні ұжым етмекте. Маринкаға ишгалжелерінің ұжымы ұрып қайтарылды. Душман итрафта олған Койве қасабалары тарафындан шерге 9-й ай ұжым етіп кечмеген тұла. Херсон вилиетінде есе ишгалжелер ерлі сакинлеріні евлерінден қова. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор'я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі планують під заселення окупантами. Ишгалжилер азапларға чектіргені үшін Украинаға айет. Славутиш Украин гемісінен сабақ команданы Ахмеджет сезосында açылық илан еткен. Граты межмуасы адвокат Алексей Ладиннің сөздеріне атиф етіп, Алексей Киселев дерал әкімлерге көстерілмесіні талап еткеніні хабер ете. Сезори берлігі есе рет етмекте. Мабустың қабырғалары сынық, ел ве аяқларының бұғымлары зарар көрген. Тішлері сынық. Киселевнің адвокаты хабер еткеніне көре мақсус блокта тұтылған 6 камерадаки мабуслер де бұл наразылыққа қошылған. Анда Украинаның ана топырақларында яқаланған украинлер тұтылмақта. Кечміште Украина арби қобетлерінің гемісіні идаре еткен, шымды есе гонылы олған Алексей Киселевны ишгалжилер июль айында ишгал етілген Генеческте тұтып, Қырымға алып шықтылар. Оны Номан-Челебежихан адына батальонға алақасы олғанында ве Қырым қамачабында иштирак еткеніні айтмасы үшін токнен қинап көтеклегенлер. Уйдырма қабатлав бойынша Киселевны 15 жылға қадар апсханеге ташлай білелер. Қанунсыз сеферберлікнің девамы. Ишгалжилер Қырымда 16-й аскерлікке чағыру компаниясыны башлатты. Ишгалжилер ордосына 3000 Қырым сакинны алмаға планлаштыралар. Bundan evvel ишгалжилер қанунсыз сеферберлік черчевесінде ордуға желіпнамелер берілуіні тоқтатқанларына хабер етті. Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжілігінде ишгалжилер тек желіпнамеде бір сөзіні деңіштірежек дейлер. Баштапның мәліматына көре ишгалжилер сеферберлік черчевесінде ордуға желіп етілгенлеріні, шу жүмледен Қырым сакинлеріні іч бір азырлықсыз вескі селянин жебеге ташлай. Ең азындан 1000 кіші Херсон вилиетіне йолланылған, чүнки анда ишгалжилер бірчоқ ғайыпқа оғырай. Темсілжілікте желіпнамелер алынмасындан қачынмаға чаре олмаса ишгал етілген Қырымны терк етмеге, яшаған ерні деңіштірмеге. Желіпнаме тұттырсалар, арби комиссариатқа бармамаға чағыралар. Бойле тарызда 3000 рубле пара жезасы белгілене біле. Ама бұл женкке кетіп, өлмектен қайырлыдыр. Сенің икәйен ғалебе үшін бір адымдыр. Енді украинлер Русия япқан арби жинайтлер аққанда четел құқық қорыжыларына хабер ете біле. Баш прокурор офисі тарафындан башлатылған компания ишгалжилер япқан жинайтлер аққанда делелер топламаға ярдым етмелі. Атта инсан четелде бұлынса біле. Арби жинайтлерінің шаатлары Эстония, Латвия, Литвания, Полония, Романия, Словакия ве Алмания құқық қорыжыларына мұражат ете біле. Тапсылятлы жамалюмат баш прокурор офисынан сайтында дерчетілген. Шаатлықнан ресми қайдетілігі халқара механизмлері чалышы башланған сон алынған зарарлар өделмесіне ақ бере. Зґвалтування, катування, примусова депортація, грабіж, руйнування помешкань. Ми можемо та маємо покарати кожного нелюда за заподіяне зло. Але зробити це можна лише спільними з вами зусиллями. Тому я прошу вас, якщо ви стали жертвою злочину росіян, не мовчіть. Повідомте правоохоронцям про те, що з вами сталося. Ваша інформація допоможе встановити справедливість та притягнути злочинців до відповідальності.
Якщо ви стали жертвою сексуального насильства з боку так званих російських військових, це не ваша провина. Ніхто не має права вас засуджувати. Ані родина, ані громада. Винен тільки злочинець. Ми забезпечимо вашу безпеку. Ніхто не дізнається про те, що з вами сталося, окрім правоохоронців та суду. Отже, будь ласка, не мовчіть.